тиктокта Қанаттың замандас подкастында айтқан мына сөзіне тап болдым. Үзінді жаңа мен Айба тикток парақшасында жарияланған. Алдымен видеоны көріңіздер. У нас сильно романтизировали армию, к сожалению. Вот это понятие «отдать долг родине» — это сейчас не нужно. Ты на самом деле по чесноку ты родине-то и не нужен. Ты нужен только своей маме и своим только родным, близким По факту, людям. если. Армия, к сожалению, оно не вызывает никакого доверия у людей, никакого доверия у родителей. И армия построена так, что туда вынуждены идут люди с уязвимого слоя населения, которые хотят воспользоваться этим социальным лифтом, чтобы получить звание, профессию, дальше служить и работать, там, получать какие-то пособия. И на этом армия и люди, на этом же и держится армия, на таких людях. И как раз-таки, используя их уязвимость, то, что они нуждаются в армии, и начинают воспользоваться такими триггерными вещами, как дедовщина. Мы знаем случаи, где старший военнослужащий берет кредиты на... И было, да. Есть такие же истории, и очень много случаев скрываются, потому что это все невыгодно. Ну, хорошо, вот а как армии. быть тем уязвимым слоям населения, которые не видят другого социального лифта? Может быть, спорт? Это тоже один из социальных лифтов. Но... Көрдіңіздер ме? Бұл әлеуметтік сын емес. Бұл жастарды әскерден бездіру және Қазақстан армиясын қасақана қаралау деп ойлаймын. Әскердегі әрбір өлім трагедия, бірақ трагедияны саяси манипуляцияға айналдыруға болмайды. Бас әскери прокуратураның дерегі бойынша 2020-23 жылдары 270 әскери қызметші қайтыс болған. Оның 36% аурудан, 24% жол апатынан көз жұмған, 20% суицидке барған. Азаматтық ортада 10 мың адамға шаққанда 9 суицид тіркелсе, әскердегі көрсеткіш 6 адам. Демек, әскерге барсаң өліп қаласың деген үрей фактіге емес, эмоцияға құрылған. Әскердегі қылмысты жасыруға болмайды. Әлімжеттік жасағандар да, оған жол берген командирлер де қатаң жазалануға тиіс, бірақ жекелеген қылмыстарды бүкіл қарулы күштерге жағып, әскери қызметті кедейлер мен жолы болмағандардың таңдау етіп көрсету сын емес, армияны дискредитациялау. Сен ешкімге керек емессің, тек анаңа керексің дейді. Сонда әке қайда? Отбасы алдындағы міндет қайда? Азаматтың елі мен жері алдындағы жауапкершілігі қайда? Ер азаматты тек анасының етегіне тығылатын қорғансыз бала етіп көрсету, қамқорлық емес, инфантилизмді насихаттау. Егер ата-бабамызда өз басыңды ғана ойла, қауіптен қаш, ел үшін ештеңе істеуге міндетті емессің деген инфантилді түсінікпен өмір сүрсе, бізге Қазақстандай ұлан-ғайыр жерді мұра етіп қалдырар ма еді? Бұл жер бізге қорқақтықпен келген жоқ. Оны найзаның ұшымен қорғап, қаны мен жанын бергендер сақтап қалды. Біз солардың ұрпағымыз ба, әлде отан алдындағы міндеттен қашатын тұтынушыларымыз ба? Біз қандай заманда өмір сүріп жатқанымызды ұмыттық па? Солтүстіктегі көршіміз Еуропаның ортасында өзіне туыстас халықпен соғысып жатыр. Бүгінде талай Украин батыры басқыншыға қарсы шайқасып, туған жері мен халқы үшін жанын пида етіп жатыр. Бірақ миллиондаған капитулянттар шетелге қашып кетіп жатыр. Мемлекетін қорғайтын күш босып, мүмкін осындай тәріздес әңгімеге тойып алып, табандарын жалтыратқан шығар, ол белгісіз. Сондықтан осы жағдайды ескере отырып, біз неге өз қауіпсіздігімізді ойламауымыз керек? Әскерге барма, мемлекетке ештеңе қарыз емессің, өзіңді ғана ойла деген насихаттың түбі қайда апарады? Ертең жау келсе, қарсылық көрсетпеуге, отан қорғаудан бас тартуға шақыру, түптеп келгенде жауға берілуге шақыру. Құдай сақтасын, елімізге қауіп төнсе, аналарымызды, балаларымызды және жерімізді кім қорғайды? Бүгін отанды мазақ қылып отырғандар ма? Әлде олар бірінші болып қашып, елді басқа біреу қорғауы керек деп отыра ма? Мен бұл видеоны болашақ құрылтай депутаттары көрсе екен деймін. Қазақстанға армияны қасақана дискредитациялап, азаматтарды әскери міндеттен жаппай бас тартуға үгіттегені үшін қылмыстық жауапкершілік енгізетін арнайы бап қажет. Әскердегі кемшілікті сынау ол бір бөлек. Жастарды алдын ала берілуге дайындау бір бөлек.